балалар, бүгін Хадиша мен Аружан, Асылжан сіңлілерімен бірге сквич ойнаймыз. Ал Аружан, Асылжан, сендерге қандай сквич ұнайды? Мынандай сквич. Ал жақыннан көрсетіңізші. Қайсысы? Ұстаған кезде қандай болып тұр? Хадиша, саған қайсысы ұнайды? Осындай батыр, и осындай ұшасы, лед, и мынандай дөңгелек ұнайды. Осының үстінде клей бар, бірақ адамдарға осы ұнайды қатты, бірақ маған қатты ұнайды. Созғанда вообще керемет қосынды. Үстінде бірдемелер, мынандай зытырлақ заттар қосқан, и клей қосқан. Мынаған ештеме қосқан, созылады. Матас, анандай, материалы басқаша, да? басқасы, мынандай цветі де әдемі. А мына сырды ұстап қараңызшы. Ал мына сыр үстінде пенасы бар. И былай істегенде мына батыр оған кішкене жабысып қалады, көрдіңдер ме? Иә. Ал Шөже, саған қандай? Маған мынандай сосын и мындай. Мынандай ұнайды да саған? Саған кезде қандай екен? Енді сіздерге сұрақ қоямын. А Шөже, Томпақ, саған қандай ұнайды, Аружан? Қойшы. Ал жақыннан көрсетші ал. Жақыннан бейті көрсет. Күшті ме екен? Еще мынаның дауыстарын қара. Мынаның дауысын қара. Иә. Бірақ түштеге болмайды. Ана жабынмен жуамыз. Иә, есеп болғаннан кейін, ойнап болғаннан кейін, да? Мынаны ашып көрейік. Мынау басқа сатыры. Ашып қараңыздар, ашып қараң. Мына үстінде орбез ба, орбезіға. Мына үстінде орбез ба да осы күшті шығып, осы материал күшті ғып, үші мынаған жауша ма батыр? Қараш көрсетші, не қағыз? Жауспайды екен, міне. Ой, мынада жауспайды, ал мынада қою жаушады екен. Ал мына сұйық болғандықтан сұйыққа жауспайды, міне. Мына түгел су ғой, су міне. Мұның аяқта ұстағанда... Қайсы көрсетші жақынырақ бейтім. Ішінде зат бар екен? Ішінде су, пена ма, сондай бар.Інде бірдеңе бар, иә? Енді мен сіздерге айтайын. Ал сквичті аузына салуға бола ма, Шөже, Томпақ? Болмайды. Болмайды, да? Иә. Неге болмайды? Хадиша, неге болмайды? Өйткені ол ішінде бірдемелер... Бояғыштар. Ол ойыншық қой, ол ойыншық да? Ол ойыншық, оның құрамында жұмсақ материалдары мен бояғыштар болады. Оны жеуге арналмаған, бұл ойыншық, да? Иә, 3 жастан бастап балаларға ұстауға болмайды. Болмайды. Жоқ, 3 жасқа дейін балалар. Иә, кішкентай балалар ұстауға болмайды. Себебі олар түсінбейді ғой, да? Ауыздарына салып қояды, жалап қою мүмкін, иә? Сосын болмайды. Ал енді егерде сквич жарылып кетсе, не істейміз? Атаға айтамыз. Иә, үлкендерге айтамыз. Ақтыламыз. Мусорға лақтырамыз, дұрыс айтасың. Иә. Сосын, мысалы, сквичпен ойнап жатқан кезде бастарың ауырып кетсе, не істейсіздер? Сквичті ойнамаймыз, тастаймыз, басымыз ауырғанда. Себебі, иә. Өйткені біз ойнай берсек, одан да басымыз қатты ауырып кетуі мүмкін, не? Біз больницаға жатқанымыз мүмкін. Құдай сақтасын, иә. Жалпы, мына сквичпен ойнағаннан кейін не істеуіміз керекпіз, ойнап болғаннан кейін? Қолдарымызды сабындауымыз керек, иә. Қолдарымызды не істеуіміз керекпіз? Сабындау жуымыз керекпіз, да? Қолымызды жумай, тамақ жеуге болмайды вообще, иә? Иә, болмайды. Ал мынаны сквичті ойнап отырып, Хадиша, сквичті ойнап отырып, бұны көзімізді, бетімізді, мұрнымызды не істеу керек? Болмайды. Ұстауға болмайды. Өйткені көзімізді ұстаса, бізде көзімізге қызарып кетуі мүмкін, иә? қызарып кетуі Иә, қышуы мүмкін. Анандай, осыны ішінде химикаттың бәрі көзге тиюі мүмкін. Иә, дұрыс айтасың. Жарайсыңдар балалар, ойын қызық болғанымен,
оны қауіпсіздік ережесін әрқашан сақтайық. Мынаны қара. Болды, міне ұстауға болмайды енді, қара. Міне ұстауға болмайды. Міне уже не істеді? Жарылып кетті. Менің қолыма уже не? Мынаны қара. Жарылып кетті, мама. Болды, ұстама деді қожаң, ұстауға болмайды. Мұның құрамында химикаттар көп. Қазір мен оны мусорға лақтырып тастаймын. Әне, көрдіңдер ме? Бұл нағыз химикат. Болмайды. Достар, міне біреуі жарылып кетті. Сіздерге айтып отырып жарылып кетті. Уже қолым удай ішіп баратыр. Мама, мынаны қарашы. Хорошо, что балдар ұстап отқан кезде жарылмаған. Менің қолыма прям жарылып кетті. Пеналардың бәрі қоп қою екен прям, қара. Түспей тұр ғой. Қазір қолдарымыз не істейміз? Барлығымыз жуамыз. Сабындап жуамыз. Жеткілікті балалар. Енді айтайын. Балаларға не айтасыңдар? Егер видео ұнаса, не істеу керек? Иә, біздің видеоны міндетті түрде қарау керек балалар, да? Иә, бұл скетчпен ойнаған кезде, ойнап болғаннан кейін міндетті түрде не істеу керек? Ал онда кеттік қолымызды сабындап жуайық. Томбақ екеуі дұрыстап тұрып сабындап жуып алайын деп жатыр. Қолдарында әдемілеп жуып алыңдар. Міне, қолдарын жуады, Хадиша да жуады. Менің қолыма кәдімгідей жарылып кетті, мына пена вообще. Түспеймін дейді ғой, міне. Мынаны қазір сіздердің көздеріңше мусорға лақтырдық. Мына пенаны қазір салфеткамен ең бірінші тазалап аламын. Қоп қою ғой, ұстап жуылар керек. Сөйтіп жуыңдар ма? Хадиша, сен де сөйтіп жуасың.